Есінеп тұрған адамды көрсек, түнімен ұйқы көрмеген бе деп қаламыз. Ал оның себебі түбінде тереңде жатуы мүмкін. Кеше кеш жатып ерте тұрғанымда өзімді жеңіл сезініп едім, енді бүгін ерте жатсам да таңертең ояна алмадым. Немесе бүгін 2 сағат мызғып ұйқымды шайдай ашып алдым, тау қопаруға дайынмын, ал бүгін 10 сағат ұйықтасам да өзімді әлгі сығылған лимон секілді сезініп тұрғаным. Бұл жағдайлар тек менде ғана орын алмайтынына бүгін көзім жетті. Неге үнемі түс көріп жатып оянамын? Тіпті кейде бізге түнде сөйледің деп жатады, немесе тісіңді қайрадың, кімді үшін кетті дейді. Біздің оятқан кезде ұйқымызды аша алмай қоямыз, ал кейде жай дыбыстарға елең етіп оянып кетіп жатамыз. Бұл ақаулардың барлығы ұйқыны дұрыс ұйықтамай жүргеннен болады екен. Я, дұрыс тамақтану секілді ұйқының да дұрыс тәртібі, қағидалары болады. Америкадағы лабораториялық зерттеулерге сүйенсек, бір уақытта ұйықтап, бір уақытта оянатын адамдардың тәртіпсіз демалатын адамдарға қарағанда қысым көрсеткіші мен холестерин деңгейі соғұрлым жақсы болады екен. Ал енді бұл проблемаларды тереңінен түсініп, әрі шешімін табу үшін ұйқының құрылысына назар аударайық. Ұйқы 2 түрлі болады. Баяу ұйқы. Ұйқыға жатқаннан кейін бірден баяу ұйқы басталады. Ұзақтығы 90 минут. Тыныс алу бір қалыпты. Байсалды, қысым төмендейді, көз алдымен ақырын, кейін мүлде қозғалысын тоқтатады. Ми жартылай белсенді, дене босаңсиды, сіз тынығып, күш. Жылдам ұйқы, яғни REM. Баяу ұйқыдан кейін басталады. Ұзақтығы 10-20 минут. Температура мен қысым көтеріледі, жүрек жиі соғады. Дене қимылсыз, жүрек соғысы мен тыныс алуға жауап беретін бұлшық ет қана аздаған қозғалыста болады екен. Ми белсенді жұмыс істейді, осындай кезде біз түс көреміз. Ал енді осы 2 түрлі ұйқыны ескере отырып, қанша уақыт ұйықтау керек деген сауалға тоқталайық. Жаңағы 2 түрлі ұйқы бір-бірімен алма-кезек ауысып отырады. Бірінен соң бірі басталып, бірі ұзарып, екіншісі қысқара бастайды. Зерттеушілердің пайымдауынша, денсаулығында кінәрат жоқ ересек адам 2 түрлі ұйқының 5 айналымынан өту керек. Егер қысқа ұйқы мен баяу ұйқының уақытын ескеріп, оны 5 айналымға көбейтіп 60 минутқа бөлсек, сәйкесінше 8-8,5 сағат шығады. Сонда адам 24 сағаттың 8-8,5 сағатын ұйқымен өткізуі қажет. Ал егер ұйқыға қажетті уақыт бөлмей, мазасыз, жайсыз ұйықтап жүрсек, келесідей зардаптарға шалдығамыз. Иммунитеттің әлсіздігі. Ұйықтағанда иммундық жүйе цитокин ақуызын жинақтайды. Ол айналаңыздағы инфекцияға қарсы тұруға көмектеседі. Артық тамақтану мен артық салмақ. Ұйқы жетіспесе, аштық сезімін туғызатын грелин гормоны түзіледі. Ол сәйкесінше артық тамақтандыруға келеді. Еңбек өнімділігі төмендейді. Адам ұйқысы кетсе, барлығын баяу әрі салғырт істейді. Оны бәріміз білеміз. Мотивация құлайды. Күн сайын ұйқысырап жүрсеңіз, мақсатқа жетуге деген талпыныс азая береді. Зиянды әдеттер және бір қаңқы көңіл күй. Ұйқыдан ала алмаған ләззатты басқа да нәрселерден іздейді екенбіз. Сырт келбеті сұрықсыздана бастайды. Уақытылы ұйықтамаған адамның терісі де уақытынан бұрын қартаяды екен. Және есте сақтау, назар аудару, ойлану сияқты өте қажетті функциялар. Ми ұйқы кезінде күні бойы қабылдаған ақпаратты қорытып, керек емесін қоқысқа лақтырып, керегін мұрағатқа сақтап қояды. Ал егер осындай маңызды қызмет істеп жатқан миға біз кедергі келтіретін болсақ, немесе мүлде оның жұмыс істеуіне мүмкіндік бермесек, оның жағдайы қандай болмақ? Оның маңызды функциялары бұзыла бастайды. Сонымен қатар ұйықтап жатқан кезде адам ағзасы регенерациямен, яғни тіндердің қайтадан қалпына келуімен айналысады. Егер түзілетін гормондар түзілмей, мазасыз күйде болса, кері әсер пайда болады. Жаңағы грелин гормоны мазасыз ұйқының кесірінен көбейеді екен. Мазасыз ұйқының тағы бір себебі циркадты ритмнің сақталмауы. Циркадты ырғақ бұл ағзаның ішкі сағаты. Әртүрлі биологиялық үдерістердің қарқындылығын анықтайды. Қызуды реттеу, ас қорыту, гормондардың түзілуі сияқты. Ұйқының циркадты ырғағы және ояну жарық түсуіне байланысты. Көру рецепторлар жарық түсу деңгейін сезіп,
мидың супрахиазмалық ядросына хабар береді. Бұл екі маңызды гормонның түзілуіне жол бастайды. Олар ұйықтау мен оянуға жауап беретін мелатонин және кортизол гормондары. Мелатонин ұйқы гормоны. Ол қараңғы түскенде домалақ безде түзіледі. Қысым мен температура төмендеуіне сеп болып, ағзаны тыныштандырады. Ағзаға ұйықтайтын уақыт болды деген хабарды жеткізеді. Таңға жуық мелатонин синтезі қысқарады, жарық түскен сайын қанда кортизол көбейе бастайды. Бұл гормон бізді ұйқыдан оятып, сергітеді, жаңа күнге жетерлік қуат береді. Сондықтан әлемдегі білгір мамандар келесі кеңестерді ұсынады. Таза тыныштықта жату, жатын бөлмені қараңғылау, жатардың алдында серуендеу не медитация жасау. Бөлме температурасы жоғары болмау керек, яғни ыстық бөлме болмау керек. Толық 5 айналымды өткізу қажет. Сонымен қатар ұстанатын тағы қағидалар: ұйқыны рем кезінде тоқтату керек, яғни жылдам ұйқы кезінде. Себебі ол кезде ми жұмысын аяқтап белсенді болады. Сол кезде ғана сергек оянамыз, яғни ұйқымыз қанады. Ал егер біздің он рем кезінде оятса, яғни баяу ұйқы кезінде, мидың, организмнің жұмысы бұзылып, жоғарыдағы зардаптарға шалындырады. Айтылған мәселелердің бәрі осы қағидалар мен кеңестерді елемегеннен орын алуы әбден мүмкін. Арнамызға тіркеліп, бейнеролик пайдалы болса, оны көру керек деген досыңызға жіберіп қойыңыз.